Үй жағдайында жасалатын құрамы өте қарапайым, тез әрі дәмді шығатын п-п паста дайындаймыз. Арықтап жүрген қыздарға түскі асқа пайдалы әрі керемет рецепт болмақ. Міндетті жасап көріңіздер. Бізге ең бірінші керегі құстың еті. Мен алдын ала суға қайнатып, пісіріп дайындап қойдым. Дәл осылай кубиктап тураймыз. Алдын ала сиырды да үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Қызанақты да алып, алдын ала жуып дайындап, 4 бұрышты етіп турап дайындап қоямыз. Макарон бізде бидайдың қатты сұрпынан, яғни из твердых сортов болу керек. Қайнап тұрған суға макаронымызды салып, үстіне тұзымызды сеуіп, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін соусын дайындаймыз. 1 қасық зығыр майы және де алдын ала турап қойған құстың етін саламыз. Жақсылап қызартып, үстіне дайындап қойған қызанағымызды бірге салып араластырамыз. Азғантай тұзын салып, дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Дәмдеуіш қоссаңыздар дәмі өте ерекше шығады. Менде дәмдеуіштер базилик және паприка. Жақсылап сеуіп, бірге жақсылап араластырамыз. Және де үстіне 1 қасық қаймақ қосамыз. Аз процент болу керек. Бірге жақсылап араластырамыз, содан кейін аз процентті азғантай сүт қосамыз. Араластырғаннан кейін бұл кішкене қоюлану керек. Қақпағын жауып 2-3 минутқа қойып қоясыз. Қоюланғаннан кейін үстіне дайындап қойған піскен макаронымызды саламыз. Бірге жақсылап араластырамыз. Үстіне алдын ала дайындап қойған сиырымызды сеуіп, астын сөндіріп, 5 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Дайын болған пастың дәмі өте ерекше шығады. Міндетті түскі асқа дайындап көріңіз. Соңына дейін көрсеңіз, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыз.